Әбу Хурайра радияллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Егер менің үмметім қиналып қалады деп қорықпағанымда, мен үмметіме әр намазға тұрған сайын месуакты қолдануды міндет етерем дейді. Әр намазға келген сайын, әр намазға тұрған сайын месуакты қолдануды. Енді тікелей қабылдап, кейбір бауырларымыз сапта тұрған кезде, қамат айтылып жатқан кезде намазға тұрдым, демек осы жерде істеуім керек деп осы хадисті тікелей түсінетін бауырларымыз да бар. Бірақ енді біздің мазхабта, сіздер білесіздер, егер қан шығып кететін болса, дәрет бұзылады. Кейде деснаға месуак тиіп кеткен кезде қан шығып кету әбден мүмкін, солай ғой. Оны өзіңіз байқамайсыз. Кейбір кісілер түкірген жұтқан кезде сәл басқаша дәм сезініп қалып барып, жерге түкіріп көрген кезде тісі қана батқанын, деснасы қана батқанын байқап қалады. Дәрет қай жағдайда бұзылады? Егер сіз түкірген кезде түкірігіңіздің жартысынан көбі, немесе жартысы қанды алып тұрса, онда сізде дәрет бұзылды. Ал енді олай болса, мына хадиске қалай амал етеміз? Әр намазға тұрғанда деп жатыр. Пайғамбар алейхиссалам қалап тұр бұл амалды негізі. Бірақ үмметім қиналып қалады деп қорқып, міндет етпей жатыр. Дегенмен Пайғамбар алейхиссаламның қалаған амалы болып тұр. Орындағымыз келеді, шапағатына лайық болсақ дейміз. Ол кісінің қалаған амалын орындасақ дейміз. Аятты еске алатын болсақ, намазға тұрған кезде бізге аятта дәреттің парыздарын айтады. Беттеріңді жуыңдар, қолдарыңды жуыңдар тірсекке дейін, бастың 4/1 мәс тартып, аяқтарыңды тобықтарыңмен жуыңдар деп айтылады. Енді сол жерде فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ намазға тұрғандарыңда деп айтып жатыр. Сіз осы жерге тұрып, осы жерде істемейсіз ғой оның барлығын, дұрыс па? Сапқа тұрып алып, намазға тұрғандарыңда деп тұр аятта. فَإِذَا قُمْتُمْ тұрған кезде деп тұр. Намазға келе жатқан кезде емес, егер тікелей қабылдайтын болсақ. Тұрған кезде істемейсіз. Сіз ар жақтан оны алып істеп келесіз. Бәлкім кейбір кісілер алдыңғы дәретімен де кейінгі намазды оқиды мысалы. Дәреті бұзылмаса. Әрине әр намазға жаңадан дәрет алып жатсаңыз, нұр үстіне нұр, бірақ шарт емес. Яғни намазға бара жатсыз ба, не істейсіз? Дәрет алып келесіз. Қайдан? Дәретханадан. Немесе сырттан бір жерден, ыңғайлы жерден. Демек, месуакты да дәл солай түсіну керек дейді. Біздің Ханафи мазхабында. Намазға тұрған кезде емес, сол намазға дайындық. Дәрет намазға дайындық болатын болса, месуакты намазға дайындық. Сол жақтан жаңағы ауызды шаймай тұрып, месуакты жасап алып. Неге? Ауызы шайған кезде жаңағы қанды да жуып шаясыз, дәретіңізде бұзылмаған болып саналады. Себебі 4 парыздың алдында бізде сүннеттер бар ғой. Қол шаямыз, ауыз шаямыз, мұрын шаямыз, сүннеттер. Одан кейін барып бет жуып бастаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үмметім қиналып қалмаса, мен әр намазға тұрғанда деп тұр. Демек, бұл қалап тұрған амалдарының бірі. Оны сіздер шама келгенше әр дәретке барған кезде, яғни жасасаңыздар, Пайғамбар алейхиссаламның қалаған амалын жасаған болып саналады екенбіз. Енді тек қана намазға қатысты емес екен. Жалпы ауыз қуысын таза ұстап жүру Пайғамбар алейхиссаламның жақсы көрген амалы. Хузайфа радиаллаху анху айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түнде тұрып қалатын болса, міндетті түрде ауыз қуысын тазалайтын еді дейді. Месуакпен аузын бір тазалайтын еді дейді. Айша анамыздан да келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның месуагын, дәрет суын біз дайындап қоятынбыз үнемі дейді. Себебі түнде Аллах Тағала оны тұрғызып қалатын болса, уахи үшін, басқа үшін, тағысын тағы, ұйқысынан оятатын болса, Алла оны дайын тұрсын деп, біз суын да таза дайындап қоятынбыз, дәрет суын. Және месуактарын да дайындап қоятынбыз дейді Айша анамыз. Демек, тек намазға қатысты емес.
ұйқыдан тұрған кезде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейді екен? Ауыз қуысын тазалап қояды екен. Ұйқыдан тұрған кезде кіммен сөйлесуі мүмкін дейсіз ғой енді? Ешкім жоқ қой қасында деп. Періштелер болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау пісірілмеген пиязды өзі жемеген, бірақ тыйым салмаған. Неге жемейсіз деген кезде қай сәтте де маған періштелер келіп қалуы мүмкін. Уахи үшін, басқа үшін, тағысын тағы. Сол кезде мен оларды жеркендірмейін деп шикі пияз жемейді екен. Сарымсақ жемейді екен. Олар жеркеніп қалмасын деп. Және де осы нәрселер жеген кісілер сол уақытта ауыз қуысы тазарғанша немесе иісі кеткенше біздің намаз оқитын орынға келмесін дейді. Бір жерге бардыңыз, қонақ шақырып қалды, шашлик қойды алдыңызға жақсылап, пиязсыз болмайды, ұрып алдыңыз, немесе бір қуырдақ салаттың ішінде болып қалды, жеп қалдыңыз, ауыз қуысы тазармайынша мешітке келмеген жақсы. Адамдарды да жеркендіресіз, періштелерді де жеркендіресіз. Енді еріксіз сұрақ туындайды. Пияздан да қатты саситын бір нәрсе бар. Дәретті бұзбайды ғой, орып, тамақтан кейін темекі тартып алып та келе береді. Енді олардың бәріне тыйым салайын десең, біраз адам мешітке келе алмай қалатын сияқты. Намазды бастаған, бірақ әлі сол қисық қылығын тастай алмай жүргендер бар. Мейлінше жаңағы сағызбен болсын, басқа нәрсемен болсын, иісті кетіріп келіңіз. Ол құрғыр киімге де сіңіп қалады ғой, қолыңа да сіңеді. Сол үшін одан арылған жақсы. Оны не үшін харам деп айта алмаймыз? Себебі Ханафи мазхабында Алла және оның елшісі бір нәрсені харам демесе, харам деп айта алмаймыз. Алла және оның елшісі халал демеген нәрсені халал деп айта алмаймыз. Ал жалпылама қағидаға келгенде өзгеге де өзіңе де зиян беруге болмайды деген хадистер бар. Соларға сүйенетін болсақ, зиянды нәрсе өзімізге де зиян, қоршаған ортаға да зиян. Сол қағидаға салатын болсаң, толықтай харам деп айта аласың. Бірақ Ханафи мазхабы барынша Алла және оның елшісі айтпаған дүниені айтпауға бұйырады. Яғни харам демегенді харам деп айтамайсың. Не дейді? Макрух дейді. Жаңағыдай денсаулыққа, қоғамға, ортаға, өзіңе зиян беріп тұрма, харамға жақын макрух деп. Себебі Алла және оның елшісі айтпаған нәрсені біз айта алмаймыз дегендіктен. Ал оның бүгінгі таңда медициналық тұрғыдан қандай зияны бар екендігін оның бәрі дәлелденіп тастады. Толықтай харам деп айтуға негіздер бар. Бірақ сөйте тұра, дін кімдікі? Алланікі. Алла бір нәрсені айтпаған болса, біз айтпайық деп Абу Ханифаның Ханафи мазхабындағы сондай ұстаным. Демек, түнде жатқан кезінде Пайғамбар алейхиссаламның жары Айша анамыздың бұл амалы сіздердің де үйлеріңізге барғанда жарларыңызға үйретіп қоятын нәрсе екен. Айша анамыз осылай жасайды екен десеңіз, сіз де түн жарымда тахаджудке тұратын кезде мүмкін сізге шомылу үшін сүлгі басқа ер адаматтар білмейді ғой, көбінесе іздеп жүріп алады, анау қаяқта мынау қаяқта бәрін оятып, түн жарымда жаңағы өзіңнің құлшылыққа тұрғаныңды міндет қылып немесе мақтанып бір екі мешітке келіп жүрген ақсақалдар бар дейді, өзара әңгімесі болады ғой енді, қалжыңда сәт бір-бірімен. Біреу айтады, түнгі сағат 4-те сенің ешегің не ағып жүр мешіттің көшесінде деп айтады. Ана білдіргісі келіп тұрған ғой енді тахаджудқа келгенін енді. Түнгі 4-те ананың ешегін желеу қылып өзінің тахаджудқа келгенін білдіріп кетіп жатыр дейді. Сол айтпақшы, тахаджудқа тұрғанымызды мейлінше ешкімнің білмегені жақсы. Ол үшін не істейсіз? Жаңағыдай түнде дайындап қойып, әзірлеп қойып, соны әдетке айналдырып қойса, үйдегі жарларыңыз өзіңізге де жеңіл болады. Әрі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жары мүминдердің анасы болып саналатын Айша анамыздың сүннетін орындаған болып саналады. Анас радиаллаху анху Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді, сендерге мисуакты көбірек қолдануды бұйырам деген екен Пайғамбарымыз салды. Мисуакты көбірек қолдануды. Біздер енді көбінесе сол ауыз қуысын тазарту қалыптасып қалған, азанда тұрған кезде және түнде жатар кезде. Солай ғой. Ал жалпылама басқа уақытта да қолданатын болсаңыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқанын істеген боласыз, сүннетті орындаған боласыз. Енді мәселе туындайды.
Бұл айтылып отырған мисуак. Біздің қолданып жүргеніміз зубной щетка. Тіс щеткасы. Екеуі екі түрлі нәрсе ма деп? Иә, екеуі екі түрлі нәрсе. Бірақ мақсаты бір. Мақсаты екеуінің бір. Мисуакты сіз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қолданған деген, пайғамбар алейхиссалату вассалам осы ағашты қолданды. Ағаштың аты арак. Осы аракты қолданды. Мен де соны қолданамын деп сүннет. Пайғамбарымызға деген махаббат. Сол тұрғыдан сауап жазылуы әбден сізге мүмкін, жазылады. Ярхамукалла. Ал енді жалпы оның міндеті не еді? Ауыз қуысты тазарту. Солай ғой. Олай болса, ол міндетті біздің жуып жатқан жаңағы тіс щеткамызбен пастамызда оның міндетін атқарып жатыр. Сол тұрғыдан ислам бізге тазалықты бұйыратын болса, сол тұрғыдан біз тазалықты орындап жатырмыз. Атқарылып жатыр. Ал пайғамбар алейхиссалату вассаламға деген махаббат, яғни қалай істеді, нені істеді, дәл солай істеймін деген махаббат. Өткен дәрістерде айттық қой, бір сахабалар келе жатып еңкейіп өтеді. Қасындағылар таң қалады, неге еңкейіп отырсың, жан-жақта ештеңе жоқ қой дегенде, ертеде пайғамбар алейхиссалату вассаламмен осы жерден өтіп бара жатқанда бір ағаш болатын мына жерде. Соның бұтағы пайғамбар алейхиссалату вассаламның басым тиіп қалмасын деп жолға түсіп тұрған бұтағынан еңкейіп өтіп кеткен еді. Сол кісінің амалын істегенге батыр дейді. Осы жерде еңкейген еді ғой деп. Ол қажеттілік үшін еңкейді. Оны бір үмметке сүннет өтіп қалдырған жоқ. Нерден өтіп отқандарыңда бір еңкейіңдер деп айтқан жоқ оны. Соншалықты пайғамбарға деген махаббат, оны айтып жеткізе алмаймыз. Оны айтып жеткізу қиын ол. Оны сезіммен ғана адам сезіне алады.